қазақтар жайында былай жырлаған екен: жасымнан тарихымды танып көргем, сол тарих өнері шабыт берген. Мен қазақпын, ғұндардың ұрпағымын, кезінде Бейжіңде де шауып келгем. Мен кешегі сақтардың сарқытымын, парсылар ерлігіме парқып берген. Күннің астын билеген күлтегінмін, күллі әлем ерлігімді танып көрген. Мен бейбарыс тоқтатып Шыңғысханды, мұсылманға еркіндік алып бергем. Мен қазақпын, Фараби Қашқаримын, исламның дініне шабыт берген. Мен қазақпын, қаһарман Бауыржанмын, Мәскеуде де кеудеммен жауып бергем. Мен мына Рахымжанмын, Рейхстагтың төбесіне ту тігіп алып бергем. Мен қазақпын, қайратпын, ләззатпын, желтоқсанның көк мұзын жарып берген. Мен қазақпын, ел бастаған Қонаевпын, қазағымның болашағын жағып берген. Қонаевтан мықты жоқ Аллам өзі, өшпейтін мәңгілік даңқ берген. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім деген. Сол тойда осы бір Нұрсұлтан Назарбаев дейтін кісіні айтып, өзі елбасымызды айтып жатқанда, микрофонымыз істеп тұрды да, Қонаевты айтқанда, микрофон өзімен өзі бір тағдырдың тылсымы өшіп қалды. Сонда осылай 300 адамның ортасына шығып, жанды дауыспен айқайлап тұрып айтқанда, сол тойға жиналған 300 адамның барлығы Қонаевтың атын естігенде орындарынан тұрып шапалақ ұрған болатын, қадірменді ағайын. Міне, Қонаевтай сіздердің руларыңыздың, ыстыларының қандай күштілер екенін тағы да бір мәрте дәлелдегені бар. Бір қошеметтеп қойсаңыздар.